Ей досым, менің видеома қош келдің. Менің арнамда видеоларды өте қызықты видеолар түсіруге тырысамын, но подписканы және осы видеоның астына түсіп, дәл қазір лайк басып кетші, және менің видеоларымды осылай қарап, соңына дейін хотя бы жартысына шейін қарап, лайкыңды обязательно басып, каналға жазылшы. 2000 подписчикке шамалы қалып, досым, видео басталмастан бұрын осылай сұрамасам, сендерден өте аз келіп жатыр қолдау. Өтініш қолдауларыңды білдіре кетіңдер, және менің жақта екінші каналым бар. Екінші каналы деген жерден өтіп, менің екінші арнама жазылсаңдар болады. Ояқта да қызықты видео түсіруге тырысамын, но қолдау айтып отқандай аз. Дәл осындай баяғыдай осындай 4000, 3000, 5000 просмотрдан жинау үшін достар, сендердің лайктарың потребуется. Давайте, достар, лайктарыңды бассаңдар, ал біз видеоға кеттік. Так, лайк, бір айлық табысын бәрін сейфқа салып қойдым, өзің алып, санап, қарасаң болады. Бәрін шынымен алдым, бәрін шын жасадық енді. Сауда қалай жүрді, солай ақшаны таптым әйтеуір. Красавчик, кім? Ерлан брат, красавчик. Нормально ақша тауқыпсың ғой, по идее қарап тұрсаң. Базар жоқ, балықтар деген бәрі. Сатылмаған товарлар бар екен, сатылмаған товарлар бар. Еще ертең сағат товарлар келеді. Әлі қайда әлі. Сатып жатырмын ғой мен, әлі жұмыс ұрып жатырмын ғой жұмыста. Бәсе, братан, красавчик, мен жарайды онда мен. Гопник братанға баруым керек. Так, ё-моё. Жүріп жатыр бизнес деген. Ақша деген бар. Так, мұна ақшаның бәрін алайын да мен ше қазір бір сандыққа сатып қоyым. Бірінші қазір Дейлиндерде жүрген шығар. Дейлин мен Гопникті бүгін таныстырам деп ем. Ұмытып кетпей, сіз бауыр ойбау сейфін толқап қоймайын. Жарайды. Қалтамда жүрсе жүре берсін. Ондай ақша деген дым бола қоймас. Бетінайға бір ақшаны алып қоямыз. Болтынан. Анау төлеу YouTube қаудың есігі ашық қапты ғой. Біреу шығып кеткен ау, Так, опа. Ойбай, Дейлин яқта жүр ғой, не алып жүр яқта? Гопник братанның машинасын қарасыңыз ішіндір деген. Кстати, оны Дейлин танымайды екен ғой. Дейлин, чо там, жағдай қалай? Лайтна. Біздің ауылға не біреу келген ба не? Біреу келді ғой, кім деш? Бір бай министр ма? Министр нес? Жоқ. Ендігім, давай, ойла, тапшы. Андай, инвеститор. Ауыл дамытатын. Жоқ, ондай емес. Короче, біздің ауылға бір гопник братан келген, бір гопник дейтін. Атын ұмытып қалдым, аты қалай еді? В общем, сондай адам келген. Қазір ол екінші этажында ма, үйінде шығар, или магазинге кеткен шығар. Үйінің есігі жабық. Көрмедің бе аяқтан біреуді? Жоқ, көрмедім. Егіні бірақ атменный, егіні жегім кеп тұр. Егінім бай, қой, егіне теспей қой, тәжіқап жүреміз. Так, жарайды, Дейлин, мен онда үйіне барып қойдың. Гопник братан. Жоқ па, Гопник братан қайда, ё-май. Қазір Дейлин мен келем. Опа, Дейлин оны білмейді. Мұны автоматический есіктерге мен әлі таңғалам ғой. Так, достар, сендер каналға жазылыңдар осы моментте, лайктарыңды басыңдар, өйткені менің каналымның өсу моменті сендерден зависит. 2000 подписчикке кіттай қалдық. Так что, достар, дәл осы моментте лайк басыңдар и каналға жазылыңдар. Так, достар, Гопник братан. Ойбу, Нубик. Гопник братан дейсің бе? Аға жоқ еге. Қайт барды аға. Аға жоқ емес, Гопник. Не, братишка, Нуб. Кім қайда? Ағаң қайда? Аға, айтайын ба қайда екенін? Аға кришада ұйықтап жатыр. Чотан қалайсың, лайк? Мен жақсымын ғой, ё-моё, ұйықта. Мен сен ағаңды іздеп келдім ғой, бір досыммен таныстырайын деп. Ағаң, ё-моё, сендер күнде суши, пицца дейсіңдер ғой, менікі деген бір не жеп жүрмін ғой, андай ақшам көп болса. Өмір. Мен ағаң кришада ма? Аға кришаға бар, ағасы ұйықта. Ағасы кришада екен ғой. Так, жарайды, мен онда, кстати, досымда келе берсем бола ма? Ағадан сұра, ағадан. Ағаң не отыр кришада жынды ма? Гопник, не істеп жатсың? Лай, чо там, не вот, басқаймен бар ма? Гопник, қуасың ба? Не қуып жатсың? Короче, Гопник, мен досыммен таныстырайын едім, сен не алып жатсың, не алып отырсың іште? Мен шаршағам ғой, кеше деген ағашты көріпсің ба? Ағаштарды ма? Бұл ағашты көріп тұрмын. Осылардың бәрін жинадым ғой мен. Кришаға қарсам, криша деген шашылып жатыр екен, жататын жері жоқ екен. Жинап, шаңдарын түсіртіп, дым сүртіп деген соң, мүнтір шаң. Мен алып тастайын да, тазалап берейін саған шаңдарын. Мен топорым осындайға жақсы жарайды, кәдімгідей жесткий топор бұл деген. Бүйтіп қарасыңдар, бейтіп алыпсыңдар, мен деген нема жесткий, достар.
мұны тапу үшін енді каналға лайк басып жазылмасаңыздар енді қайдам енді. Бүйтіп мен деген какой-то паутиналардың өзін былай сындырып жатырмын ғой. Че там? Так, бұл да паутина. Оп, мына последний. Опа. Все, короче, гопник, мына бүкіл шаңдарың. Мен досыммен таныстырайын, жүр, барасың ба? Сенің досың, менің досым, сенің досың ғой, кеттік жүр. Аға, мен досың таныстырайын де. Жүріңдер онда, еуімін гопник бұрады сен пиліңе бірдеме болған ғой сен. Жаман қатты жұмыс істеп қойғансың, аңғарсай көтің шығып кетіпті. Гопник бұрады, жарайды жүр кеттік. Давай, кеттік, вот дейсіз. Мебель ауыстыру керек еді, дым быт шығып кеткен бүйтіп қарасаңыздар. Дым үйге ойбай шығып кетіп қойған несін. Гопник бұрады, кән досың қайда, досың қайда. Досың ба, міне сен егініңе қарап, тұрып, кәчіктарға қарап. Че там Дели, міне мен айып келім, гопник братанды. Бір-бірінің артынан жүрген, екі гопник, біреу нук, біреу братан. Ой, сондай ма? Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Амансыз гопник братан. Мен деген қазір. Делін деген Османия каналын көрген ғой мен. Кәдімгідей ютуб түсіретін ютуб емес па? Дәл өзі солмын ғой сол. Қой, танисыңдар ма? Гопник братан, неғып сөйлеспейсің мен? Мен ютуб видеолерін аттаймын ғой, білмейсің ба не? Кроме себя, конечно. Ой, тебя, конечно. Сен ұнатпайсың ба ютуб видеолерді? Қайдан білейін, гопник братан, мен ондай білмедім. Тоңқайып атсың бәсе. Осырып отқан жоқсың ба случайно? Так, жарайды онда. Жүр, машинасын көресің ба? Давай. Братан, машинаңды көрсетейін ба сені? Көрсетсей, давай, жүр. Тарам, бұл машина енді апат қой. Нандайлар қойып тастады ғой. Неге нандай қойып тастаған, гопник братан? Неге андай қойып тастаған? Братчиканың несіне тақалмасы. Андай неғып қойып тастаған, білесің ба? Оны ма, короче, кеше машина айдап кетіп мен кіріп кеткенмін ғой. Лошадине бірдемеге. Сондай қойып тастады, ысчыраса жүр кеше. Қой, мә. Мұны яқта не бар? Яқта ат өсіретін жер ма? Бәсе. Ат өсірет, ат дегенде кәдімгі жоске аттар өсет бияқта. Бұл ем ғой мен бұл жерді мен алдында осыған обзор түсірдім ғой. Білесің ба, жарайды жүр онда машинасын көрсін. Бұл машинасын білет жарсың, сен мынандай машинада айдаған шығарсың, сен өзінде Lamborghini бар ғой, анаяқта тұрған. Қазір Делин Lamborghini-ні көрсетейін сендерге достар. Мынау тұрған Делин Lamborghini міне. Мына іште Делиннің Lamborghini бар өзінің. Сол сияқты ананда қойына Делин Lamborghini ма? Қойына Делиндікі ма? Менікі. Ма, Делин сен байсың ғой кәдімгідей. Так, жарайды достар, кімдердің көрсейін, мен сонымен машиналарын айдап көрсейін, чуть-чуть міне салоны енді жестко көрініп братан машинасын. Ойбай, боковыйына отырып қойын, өзім айдеймін ғой. Так, мені қараңдар. Оңғады ма? Жестко ма? Деп, мына плавно жүреді. Сразу тоқтай қалады. Биш, айдейін. Гопник братаннан сұраңдар, айдауға берсе айдай беріңдер. Маған бәрібір ғой, машина сенікі ғой. Жоқ, мен бермеймін айдауға, жынсың ба сен? Тем более саған бермеймін Делин. Берсей маған, не істейсің машинаны? Жоқ, бермеймін деймін. Окей, достар, қырылмай қойық. Кстати, достар, көргендеріндей, біз ауылда гопник братан, гопниктің інісі Делин және басқа да адамдармен болып ауылда выживать етеміз осылай. Өмір сүреміз, там сендер каналға жазыңдар, лайк басыңдар, давайте достар. Осы менің каналымды 2000 подписчикке жеткізсек, мен сендер үшін тырысудамын видео жасап, ал сендер болсаңдар мені қолдап жүрсіңдер. Давайте достар.